Достар сәлем, арнама қош келдіңіздер. Түркі тілдес халықтарының ұлттық мейрамы әз Наурыз мерекесі құтты болсын. Ақмол болсын, уайым қайғы жоқ болсын. Әр қайсыларыңыздың жанұяларыңызға тез береке бірлік, бақыт тілеймін. Аспандарыңыз әрқашан ашық болсын. Наурыз мерекесіне орай мен бүгін сіздермен бірге Наурыз көжесін жасағым келіп отыр. Әрине, әр отбасыда, әр жанұяда Наурыз көже өзінше жасалады. Әртүрлі дәндер, әртүрлі тағамдар қолданылады. Бірақ ең бастысы, Наурыз көже әрқашан жеті негізден тұру керек. Ал Наурыз көжесін бүгін мен қалай дайындайтыным сіздерге қызық болса, онда менімен бірге қалыңыздар. Мен 7 дәмнен тұратын көже жасаймын. Сүрленген, тұздалған, қыстан қалған етті қолданамыз. Ет қыстың соғымынан қалған, сүрленген, тұздалған болса, тіптен жақсы. Егер сіздерде ондай ет болмаса, қазіргі кезде тіпті базарда көжеге арнайы жасалған, тұздалып, бұрышталып сүрленген еттер сатылады екен. Мен кішкене ет және қазы алдым. Қазір пісіргенге оның бәрін алдын ала жуып алдым. Содан кейін жарманың 5 түрін алдым. Жүгерінің 2 түрі, сары жүгері және ақ жүгері. Сонымен қатар күріш, тары және бидай жармасы. Егер сіздерде бидай жармасы болмаса, онда арпа жармасын қолдануға болады. Сонымен қатар қышқыл айран. Негізі қатты қолданған дұрыс. Егер қаттықтарыңыз болмаса, қышқыл айранды да қолдануға болады. Немесе екеуін араластырып қолдансаңыздар болады. Жалпы, қазақ халқының әр жанұясында көжені өзінің үйренгені бойынша жасайды. Әрине, ең бастысы ол 7 дәм, 7 тағам. Менде ол ет, 5 түрлі жарма және айран. Мысалы, кейбірлері кеспе салғанды ұнатады. Мен өз басым кеспе салған көжелерді онша ұнатпаймын. Сондықтан мен көжеге кеспе салмаймын. Тек осы жармаларды қолданып қана жасаймын. Алдын ала жуып дайындап қойдым. Жармалардың әрқайсысын 200-200 граммнан алдым. Мүмкін біреуі артық болар, мүмкін біреуі аздау болар. Сондықтан ет пісе келе сорпаның көлеміне байланысты қосамын. Ал енді етімізді қазанымызға салып пісіріп алайық. Неге етімізді отқа қойып қойдым. Үлкендеу қазанды қолданамын, себебі өздеріңіз білетіндей Наурыз көже олар қашан қонақтар келеді, оларға дәм таттырамыз. Сонымен қатар өзіміз қонаққа баратын болсақ, міндетті түрде өзімізбен бірге көжемізді апарамыз дәм татсын деп. Сондықтан бәріне жетсін деп, бәрі молынан тойсын деп, осындай үлкен қазанға жасаймын. Қайнаған соң көбігін алып, тұз қосамыз. 1,5 сағат өткен соң мен сорпаны сүзіп алып, жүгері дәні ұзақ пісетін болғандықтан етпен бірге жүгері дәндерін және бидайды салып пісіргім келіп отыр. Сорпаны мінекей сүзіп алдым, жүгері дәндерін саламыз. Шамалап сары жүгерін салайын. Одан кейін ақ жүгерімді және бидай дәндерінде саламын. Салып болған соң бәрін араластырамыз. Енді осының бәрі жаймендеп тағы да 1 сағаттай қайнатамыз. Жүгері арпасы пісуге бірнеше минут қалған соң күрішті саламыз. Күрішті әзірше жартысын саламын. Онда көріп жатармыз. Себебі көже тым қою болмау керек. Одан кейін тарын саламыз. Тарда менде мына жақта көп сияқты, жартысын, әзірше жартысын салам. Салып араластырып көрейін. Мен дәмін татып көрдім. Тұзы кішкене жетіспейтін сияқты, сондықтан тұзды саламын. Жай ғана отқа қойып, ары қарай пісіреміз. Күрішіміз бен тарымыз піскен соң, егер көріп отырсаңыздар, мінекей өте қою
байытылған дәндерге толы көже болып шықты. Көже суыған соң қатық немесе мен айтып кеткендей айран қосып араластырамыз да өз қонақтарымызға тартамыз. Үлкен кесеге қатық пен айранды араластырамын. Және осы сорпамызға құямыз. Содан соң етімізді турап көженің ішіне саламыз. Көжені ішуге ыңғайлы болсын деп, етті қатты ірілемей, кішірейтіп турап жатырмын. Туралған етімізді көженің ішіне саламыз. Қазыны турап бөлек берсеңіздер болады, немесе көженің ішіне салып берсеңіздер болады. Мен қазыны турап қойып, оны бөлек тәрелкеге салып бергенді ұнатамын. Осымен біз наурыз көжені жасап болдық. Ал сіздердің жанұяларыңыздың наурыз көжені қай тәсілмен жасайды екен, өз пікірлеріңізді міндетті түрде астында комментарийда жазып кетіңіздер. Мінекей мерекелік дастарханым дайын, көжем дайын. Астан дәм татыңыздар. Тағы да наурыз мерекесі құтты болсын. Демалыс күндеріңізді жақсы өткізіңіздер. Ал видео сіздерге ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар және міндетті түрде арнаға жазылыңыздар. Менімен болғандарыңызға көп-көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.